Екінші сабақ Python программасында енгізу шығаруды ұйымдастыру айнымалы түсінігі. Бағдарламалауда біз айнымалыны қорапша ретінде қарастыра аламыз. Бұл қорапшаның ішіне біз әртүрлі мәндерді енгізе аламыз. Мәндер ретінде бүтін немесе бөлшек сандар, мәтінді жолдар, символдар және тағы басқа объектілер бола алады. Яғни айнымалылар программадағы ақпараттың орналасу орнын анықтау үшін қолданылады. Python бағдарламасын іске қосамыз. Жаңадан файл жасайық. Файл, new файл. Мысалы, бізге екі санның қосындысын анықтауымыз керек болсын. 5 қосу 6-ның. Бұның қосындысын анықтау үшін біз print командасы арқылы да анықтай аламыз. Оны өткен сабақта өттік. Мысалы, print ағылшынға ауысамыз. Print. Шақшаның ішінде 5 қосу 6. Шақшаны жабамыз. Бағдарламаны іске қосу үшін F5 пернесін басуға болады, немесе run модуль. Бірінші сақта дейді. Сақтайық файлымызды. Өзіміздің папкамызға сақтаймыз. 5b, мысалы, атын программ 2 деп қояйық. Программ 2. Нәтижесі 11. 5 қосу 6, нәтижесі 11. Енді айнымалы түсінігін енгіземіз. Осы 5-ті сақтап қоюға болады. Мысалы, A айнымалысына сақтаймыз 5-ті. B айнымалысына сақтаймыз 6-ны. Енді S айнымалысына сақтаймыз A қосу B-ны. Экранға шығарамыз C-ны. Енді бағдарламаны іске қосайық. Бірінші сақтайық. Мына жерде жұлдызша тұрса, ол өзгеріс енгізілді, бірақ сақталған жоқ дейді. Файл save. Міне жұлдызша кетті, файлымыз сақталды. Енді іске қосамыз. 11. Бағанағы нәтижемен бірдей. Сонда біз 5-ті A айнымалысына сақтадық, 6-ны B айнымалысына сақтадық, A мен B-ны қостық, нәтижені S айнымалысына жаздық. S айнымалысын экранға шығардық. Сонда print дегеніміз ол экранға шығару дегенді білдіреді. Енді мынандай есеп шығарайық. Тік төртбұрыштың екі қабырғасы берілген. A қабырғасының ұзындығы, мысалы, 10 см, B қабырғасының ұзындығы 5 см. Тік төртбұрыштың ауданын және периметрін анықтау керек. Ауданын анықтау үшін ауданы тең S тең A көбейту B болады. Ал периметр неге тең? Периметрі тең 2 көбейтілген жақшаның ішіне A қосылған B. Енді нәтижені экранға шығарамыз. Print. Мына жерде S print P деп жазамыз, е? Енді бірінші сақтаймыз. Мына жерде жұлдызша тұр, сондықтан файл save. F5 пернесін басамыз. Нәтиже 50 және 30. Сонда тік төртбұрыштың ауданы 50-ге тең, периметр 30-ға тең. Бірақ түсініктеменен шығарғымыз келсе, мына жерге біз тырнақшаны ашамыз, сосын жазуға болады былай деп. Ауданы. Сосын өтір қоямыз. Ауданымен бірге жабысып кетпес үшін мына жерге бір пробел қояйық. Сосын мына жерге жазамыз периметрі.
Қазақша алмай тұр, иә, периметр ше, периметр бола берсін. Периметр. Енді мына жерде сақтаймыз. Бірінші file save. Енді іске қосамыз. Run модуль. Қарайық. Ауданы 50, периметрі 30 деп тұр. Сонда біз 10 санын A айнымалысына жаздық, 5 санын B айнымалысына жаздық. Сосын нәтижені экранға шығардық. Жаңадан файл ашайық. Енді айнымалға текстік мәнді меншіктеп көрейік. Мысалы, ондық бөлшектерді меншіктеп көрейік. A меншіктейді 5,2. Ондық бөлшектер нүкте арқылы жазылады. B меншіктейді. Мысалы, 4,7 болсын. Өтірмен жазылмайды, нүктемен жазамыз. Сосын A мен B-ны көбейтейік. Оған сыға сақтайық. S тең A көбейту B. Нәтижені экранға шығарамыз. Print. Жақшаның ішінде болады S. Print S. Іске қосамыз. Бірінші сақтаймыз. File save. Программа 3 болсын бұның аты. Программа 3. Сохранить командасын басамыз. Енді іске қосамыз. Run модуль. 24,144. Бағана біз бүтін айнымалын сақтасақ, енді біз ондық бөлшекті сақтап тұрмыз. Келесі айнымалының үшінші түрі текстік айнымалылар. Файл, new файл деп жаңадан файл жасайық. Енді бұлай жазайық. A меншіктейді. Тырнақшаның ішіне, мысалы, 5-ші B сыныбы. 5-ші B сыныбы. B меншіктейді. Ағылшынша жазамыз. B меншіктейді. Информатика сабағы болсын. Енді С меншіктейді. A С меншіктейді. A қосылған B. Енді print C дейік. Print C. Сақтайық. File save. Бұның атын программ 4 дейік. Программ 4. Сохранить дегенді басамыз. Run модуль. 5-ші B сыныбы информатика сабағы. Айнымалылар текстік болған кезде қосу таңбасы. Ол немені білдіреді? Ол біріктіруді білдіреді екен. Мынандай бағдарлама құрайық. Қолданушыдан атын сұрайды, тегін сұрайды. Қолданушы оған жауап береді. Соған байланысты сенімен танысқаныма қуаныштымын деген жауап шығу керек. Ол үшін print атын кім? Бұл экранға шығады. Input A. Қолданушы жауабын A айнымалысына меншіктейді. Одан кейін тегін кім деген сөз шығады. Қолданушы жауабын B айнымалысына меншіктейді. Одан кейін қолданушының фамилиясын, атын экранға шығады, және сенімен танысқаныма қуаныштымын деген сөз экранға шығады. Іске қосайық. Атын кім? Асан.
Тегінкін. Омаров. Омаров Асан, сенімен танысқаныма қуаныштымын. Сонымен input деген функция қолданушы жауабын енгізеді екен, және оны қандай да бір айнымалыға меншіктейді екен. Ал енді бағанағы есебімізді қарастырайық. Алдыңғы сабақтағы есебіміз бізге тіктөртбұрыштың екі қабырғасы берілген, оның периметрін және ауданын экранға шығару керек. Бірақ қабырғаларының ұзындығын қолданушы пернелер тақтасынан енгізу керек. Бұндай жағдайда қалай бағдарлама құрамыз? Print A қабырғасын енгіз. A тең деген сөз экранға шығады. Енді айнымалыға мәнді меншіктейміз. A меншіктейді input. Егер біз бұлай жазсақ, Бұлда қазір қате шығады. Неге? Өйткені біздің A-ның мәнін енгізген кезде оны бағдарлама текст деп ұғады. Ал текстті текстке көбейте алмайды. A-ның мәнін енгізейік 5, бұның мәнгісі мысалы 15. Міне қате шықты. Бұл қатені болдырмау үшін енгізілген санды компьютер сан деп ұғу үшін, текст емес сан деп ұғу үшін, мына жерде int дейміз. Int деген функция енгізілген санды компьютерге бүтін сан ретінде түсінуге мүмкіндік береді. Енді іске қосамыз. A-ның ұзындығын енгіз дейді. A-ның ұзындығы 10, бұның ұзындығы 15. S тең 150, периметр тең 50-ге.